Көргенде көрмеген бар Марқа көлді, атын естіп құштарым арта келді. Алтайдың алтын арай ару көлі, алыстан арбап мені тарта берді. Шығыстың барма сұлу марқасындай, жібек бауы есілер тарқатылмай, жиектен толқын қашып бара жатыр, жұлдыздарды билетіп арқасындай. Сеңгір сілемдердің саурын сипай сылқылдаған сұлу Марқа көл, тау табанына тұнған тұныққа іңкәр еткен 20 ғасырдағы Алтайдың алғашқы жыршылары Смағұл Сәдуақасов пен Жүсіпбек Аймауытов секілді ағаларымыз болды. Марқа көл Шығыс Қазақстан облысында, оңтүстік Алтайдың шығысында орналасқан. Ол солтүстігінде Күршім, оңтүстігінде Азутау жоталарының арасында жатыр. Марқа көл Шығыс Қазақстанның маржаны болып саналады. Бір көргенде сұлулығына тоймайтын, әсем, сирек кездесетін аң құстарымен белгілі елді мекендердің бірі. Сондықтан да биылғы оқу жылында біз шаңырағымыздың атауын әсем жеріміз Марқа көл деп атадық. Шаңырағымызда 46 оқушы бар, және олардың әрқайсысы жаңа білімге, пайдалы істерді істеуге құмар. Шаңырақ 7А және 10А сыныптарын біріктіреді. Аз уақыт ішінде аталған сыныптар бір-бірімен жақсы тіл табысып, достық қарым-қатынас қалыптастыра алды. Себебі шаңырақ сағатында біз бір-бірімізбен пікір алмасып, көптеген дағдыларды меңгеріп, рухани құндылықтарымызды байыта түсеміз. Сонымен қатар өмірлік тұрақтылыққа, икемділікке, бір-біріне көмек қолын созуға үйренеміз. Бұның барлығы да бізді шаңырақ оқушыларын одан сайын мықты ете түсті. Шаңырақ құрылғаннан кейін оқушылар өзара алтын жұп жобасы арқылы бөлініп, жыл көлемінде оқу үлгерімі, мектепшілік жобалар жағынан бір-бірлеріне қолдау көрсетіп, жақсы нәтижелерге жетуге үлкен септігін тигізді. Оқу жылы барысында қоғамға қызмет етемін жобасы аясында шаңырағымызбен қаламыздағы бөбектер үйіне әртүрлі акциялар, мерекелік кештер ұйымдастырып, аптаның әр сәрсенбі күндері барып отырдық. Ата-анасының мейіріміне зәру балақайларға ертегі қойып, түрлі ойындарды ойнату арқылы көздерінен сәуле шашқандай болдық. Оқу жылы басталысымен сынып оқушылары, ата-аналары және кураторымыз Арайлым Қайратовнамен бірлесіп, этнобаққа сапар шегіп, өткен жылдың қызықтарын еске түсіріп, болашаққа жоспар құрып, серуендеп қайттық. Қарттарын қадірлеген ел ардақты демекші, біздің мектебіміз қашанда қазыналы қарттарын құрметтеген киелі мектеп. Жыл сайын ұйымдастырылып отыратын қарттар күнінде әр сыныптың ата-әжелері қонаққа шақырылып, барлық оқушылар өнерлерін көрсетеді. Бұл шарадан бізде шетте қалмай, бар өнерімізді салып, ата-апаларымыздың ақ батасын алдық. Дүниедегі мамандық атаулының төресі ұстаздық. Әсілі, мұғалім барлық мамандық иесін тәрбиелейтін, оқытып үйрететін мейірімді абзал жандар. Өзімізге дәріс беретін аяулы ұстаздарымызды мерекелерімен құттықтап, ән айтып, тілектерімізді білдірдік. Мектебімізде дәстүрлі түрде ұйымдастырылып тұратын қазақ әндері, шабыт алаңы, флешмоб, TEDx сынды жобаларға әр оқушының қызығушылығы ескеріліп, шығармашылық топтармен қатысып, өркендей түскендейміз. Үзілістерде жүретін бұл жобалардың біз үшін ерекшелігі зор. Мектебіміздің табалдырығын жаңа аттап келген шаңырақ оқушыларымыз хор, хореография сынды үйірмелерден үздік танылды. Сонымен қатар мектебімізде жаңа жобалардың бастау алуы ең құнды шаралардың бірі болды. Ұрпақтар сабақтастығы жобасында қарияларымызды мектебіміздің төріне шақырып, ретро әндер кешін ұйымдастырдық. Шараның мақсаты жалғыз басты қарияларымызға 70-80 жылдардағы әндерді еске түсіру, көңіл көтеру болды. Ал менің өмірімде қолданылатын мақал-мәтелдер жобасы біз үшін пайдалы болды десек артық емес. Тілдік шеберлігімізді артып, эссе, шығармалар жазу кезінде көп көмек болды. Ұлы дала ақындары жобасының да маңыздылығы зор болды. Классик ақын Сәкен Сейфуллиннің шығармашылығымен жете танысып, сахналық қойылымдар арқылы ақынның өмірін көз алдымызда жүгірттік. Мектепшілік абай оқулары, 8 наурыз, алғыс айту күні сынды түрлі іс-шараларға асқан қызығушылықпен қатыстық. Себебі бұл мерекелерді біз асыға күтеміз. Бір отбасындай болған шаңырақ оқушылармен бірлесе ат салысып,
жанкүйер болып қолдау көрсету біздің шаңырағымыздың басты ұстанымы болып саналады. Біздің шаңырағымыздың сыйласымды, бауырмал болып қалыптасуына мектебімізде ұйымдастырылып отырған апта сайынғы 15 минуттық таңғы жиындарды айтуға болады. Бұл жерде алтын жұптардың кездесуі, аға буынның кіші буынға қолдау көрсетуі, академиялық үлгеріміне көмектесу, алдағы шараларды жоспарлау сияқты түрлі жұмыстар атқарылады. Шаңырағымыздың оқушылары үшін биылғы жыл жемісті болды. Себебі жыл көлемінде олимпиада, жобалар, түрлі конференцияларға қатысу арқылы жүлделі орындарға ие болдық. Атап айтқанда, Сейілханова Ділназ биология пәнінен жылдың 100 үздік ғылыми жобасы атты республикалық байқауының жеңімпазы атанса, Қайырбаева Ұлпан химия пәнінен қуат көзін беретін элементтерді екінші рет кәдеге жарату мәселесі атты зерттеу жұмысы Германияның Мюнхен қаласында екінші халықаралық ғылыми практикалық конференциясының материалдар жинағының құрамына енді. Жалғыз ағаш орман емес, жалғыз адам қорған емес деп бекер айтылмаған. Қандай да бір іс болмасын, көпшілікпен тез бітер анық. Мектебіміздің басқа құндылықтары патриотизм және азаматтық жауапкершілік, өзіне және өзгелерге құрмет, ынтымақтастық, академиялық шыншылдық, өмір бойы оқу құндылықтарын басты назарда ұстап, алға қойған мақсатымызға жете түсеміз. Сондықтан да біздің шаңырағымыз алдағы уақытта да осы ұстаныммен жүріп, биік шыңдарды бағындыра береді.